қояндарды лақтарам, ең түбіне зынданам. Мен болашақ қасқырмын, батырамын бар жаным, қарсыласты лақтырам, ең түбіне қардымын. Қарным ашып тұрған-ай. Қарным ашып тұр. Не білесіңдер, ма? Қарным ашып тұр. Қоянның етін жегім келіп тұр. Күнмен көрсе. Еттің бол тамақ жедім. Сендер қоян көрген жоқсыңдар ма? Қай жақта ол? Қай жақта ма? Жоқ.
сендер сияқты сабақ оқимын. Және соны қазір ұмытып кеттім. Қолынды ескелетіп атаған түрі. Жалғыз өкешті түйе нар деп аталады. Осы біздің мұғалімдер қызық. Өздерінің білгені мына бізге жаттап алыңдар дейді. Ал оның барлығын біз басымызға сал болып, сол үшін емеспіз ғой, солай ма балалар? Ол туысқан. Саған не болды? Бар дүниені жаңғыртып қайдан қашып келесің? Мен қорқып келе жатырмын. Қорқып? Тоқтайды, сонда мен түсінбедім. Сен кімнен? Қайдан қорқып келесің? Мен қорқақ қоянмын. Қорқақ? Иә. Неге қорқақсың? Өйткені біз тұқымымызбен қорқақпыз деп менің мамам айтқан. Мен аңда тұрған екі дау соғысқаннан қашып қорқып кеттім. Мәссаған! Екі дәу! Көше, сен жылама! Ал, сізді сіз. Ау, мен бе? Мен болашақ итпін! Ал қазір кішкентай көшекпін! Ал сізді неге байлап қойған? Ой, мынау ма? Ана, әкеш ағай. Әкеш мұғалім емтихан тапсыра алмағаным үшін мені байлап қойды. Әйтпесе, әлгі сенің екі дәуіңнен бат жыртан шығаратын еді. Жыттан? Я? Мәссаған. Енді емтихан тапсырсаңыз, сізді босатады ма? Әрине, қазір әкеш ағай келеді. Сосын мен емтихан тапсырам, сосын мені босатады. Сосын көрсетеміз, иә? Я, ергеніміз көрсетеміз. Ешкінің мен лағырмын, мен бірінші батырмын, мен бірінші батырмын. Біз батырмыз, таудан тасқа секірген, әрқашанда күштіміз, жауды қуып келген. Сөзсі сенің лақпенен, бүйірден кеп тап берем. Мен де қарап қалмаспын, мүйізден кеп шап берем. Біз батырмыз, өжеттікке жақынбыз, тайсалмаймыз ешкімнен, сондықтан да батырмыз.
келсең, кел! Бірінші раунд! Бастаңдар! Әй, тұра тұрмен, дайындалай! Қорқақ, кел, кел! Әй, тұра тұрмен, дайындалай! Қош! Жаңбыр жаумай жатыр. Су болатындар не түгіл? Апай, бізді алдайтын болса, сендер бізге көмектесесіңдер ғой, иә? Қоза! Қозата бер! Мен бәріңді жақсы көрем. Ай,
мұғалімнің жаны шақ. Ел балалар оқылар, білімдікке таласа. Сабаққа дайындалдың ба? Дайындалған жоқ. Көжек екеу. Таңертеңнен бері ойнап жүр. Дайындалдым. Көреміз. Балалар, қазір мектептерде мұғалімдерді жұмыстан қысқарту науқаны өте қатты жүріп жатыр. Бұл мына біздің мектепке де өзінің әсерін тигізді. Сондықтан да мен мына балақайларға мынандай пәндерден сабақ өтемін. Тыңдаңдар. Қазақ тілі, орыс тілі, шет тілі, история Казахстана, человеки, общество, математика, информатика, физика, химия, биология, география, история, правоведение, этика, охрана труда и черчение, основ рыночной экономики деген сабақтардан. Осының бәріне сіздерес баған? Иә. Онда кет. Тұр орныңа! Күшілетбаев! Саған алдымен бірінші сұрақ. Мынау кім? Андағы сиыр! Бұқа! Жалғыз өркешті түйе нар? Дұрыс па балалар? Дұрыс! Жарайсың, Күшілетбаев, жақсы дайындалсын. Ал енді осы нарды шақырғанда қалай шақырамыз? Бергел. Көз деп шақырады. Дұрыс, жарайсың. Ал осы нарларды былай сесін бүктіргенде не дейді? Жат. Немесе шөк дейді. Шөк деп айтады алай. Шөк деп. Дұрыс балалар. Шөк деп түйелерді шөктіреді. Жарайсың, Күшілетбаев. Тұр орныңа. Ал енді екеуге сұрақ. Аналар кімдер? Анау ешкі мен қой. Жоғай. Қой мен ешкі. Ешкі мен қой. Ешкі мен қой. Бірінші қой, одан кейін ешкі. Ешкі мен қой. Болды, жарайды. Қой мен ешкілер қандай түрлерге бөлінеді? Ешкілер сүттешкі, түбіттешкі, аңғыр ешкі болып бөлінеді. Сосын қой, тоқал ешкі. Болды, күріш. Қойлар ше. Қойлар ұзын құйрықты, қысқа құйрықты, сосын міне мен сияқты тегене құйрық болып бөлінді. Мен тегене құйрық болады. Солай ма? Оны кім айтты? Атам айтқан. Сен құйрығың тегене құйрық, сосын сен тегене құйрықта қойларға жатасың де. Жарайсың. Атасының сөзін тыңдаған жақсы бала. Осы қойлар мен ешкілерді сүзістірген кезде не дейді? Қойлар мен ешкілерді емес, ешкілер мен қойларды, ешкілер мен ешкілерді сүзістіргенде не дейді? Қойларды сүзістіргенде үрейт соқ-соқ, шөйт-шөйт шуап сөйді. Болды, тыныш. Жарайды. Келесі сабаққа көшеміз балалар. Мақал мәтелдер айтамыз. Естеріңде болсын. Мақал мәтелдерін жан-жануарларға қатысты болсын.
Жаман адам мақалшы, жаман ешкі сақалшы. Балда, не екен жағай? Өте дұрыс. Етекке, сорға бетке, ауби. Ол мақал емес. Енді, бақылай болмай мақал деген. Ақыл сөз бар, әрине. Ешендік сөз айтайыншы. Балда, айта ғой. Айтшы кәне. Суа берсең, қоянда қасқыр болады. Немене дейді? Қоян қайтып қасқыр болады? О, мұнау ғой. Бұл қорқақ көжек. Қойшы, бәрісі. Бұл айғақ мен, бізде жоқ еді ғой мұндай бола. Ағай, ол 178-ші мектеп гимназиядан ауысып келді. Бәсе мұна жерге бүт жазып қапты. Мы вас очень добрым. Шарап, ешкімді немене засып. Естеріңде болсын балалар? Бұл қорқақ емес. Я, бұл жүйрік қоян. Жүйрік? Қояндардың аяқтары өтте керемет дамығандықтан, бұлар тез жүгіреді, тепкен кезде аяқтары қатты болады. Я. Қалеп көрді. Сен менің көрсеткендерімді қайталай аласың ба? Қайталай. Жарайсың. Есіңде болсын. Егер сен менің айтқан нәрселерінің барлығын үйреніп алатын болсаң, есіңде болсам, қасқырдың өзі сенен қорқатын болады. Әдеш ағай, қалай қорқан? Қайда қорқан? Ойна! Балалар, сендер дене шынықтыру пәнін жақсы көресіңдер ма? Олай болса, келесі сабақты өтем мен. Дене шынықтыру. Тұрыңдар. Основа рыночной экономики деген сабақ қашан қайтамын? Ағай, не? Күшікті қосады, қоянды байлап сөйтіңші. Неге? Байламайды қоянды. Болды, саңғарға дайтылды, көп сөзді қойында.
Шығарсақ қызды біз қысты қасып атламыз Ұлыстасын жүргіміз Жұқтарымыз жаңсамай Күлі ойнап жүреміз Біз тойымыз тойлаймыз Асыр салып ойнаймыз Тәтті дос болып Бақшамызды қорғаймыз Түлкімен мұндаймын Барлығында арбаймын Керек болса алдаймын Қатырамын әрдайым Ешкімге де не үйімді, не сөзімді білдірмеуші едім. Әлгілерге үйімнің қай жерде екенін қалай ғана айтып қойдым, а? Бірақ та, олар келетін болса, мен оларды өйтіп-бүйтіп үйден шығарып салам да, әлгі көжекті өзім-ақ жеп қоям. Келсіз! Бұл не пәле деуін қараш? Шатасып барғансың ғой. Тіліңді қыспа мені. Мені алдап тұрсың. Ана бала маған саған сенде дейді. Қоян қонаққа келе ма? Онда мен ол қоянды жеймін ғой, я? Мен ол қоянды үйтіп-бүйтіп үйде қалдырамын да, ал қасқырға терезеден бұлай белгі берем. Сен белгі берген кезде мен келем де қоянды рап деп жеп қоямын. Ана бала айтады, сен өзің келген жатырсың ба? Ол мені алдап тұрма? Сен мен неге алдайсың, а? Қасеке, сіз маған Сен бар, қонақтарды қарса. Бар. Балалар, осы түлкіні неге бәрің жек көресіңдер, а? Бірақ ол маған қоянның етін алып келем деді ғой. Сосын ол маған қоянның етін алып келем, мен сосын. Менің қарным ашты, мен қоянның етін жеймін. Өзі жеп қояды! Мен мына жерде тығылып отырамын. Балалар, сендер бар ғой, дәрмен сатып кеттіңдер. Балалар,
Нешайы қамбой жалғыз өзім. Апай, бізбен бірге жүріп тазалай берсін. Ол үйде отырып тазалағанда дұрыс болады тазалағаны. Мен үйде кіріп кеткенмін. Шығын бар. Шығын бар. Қайдағы шығын? Күш. Ал енді достар, Қоян мырзаға бүгін болмайық. Қоян? Қоян мырза, сен қорықпа. Қоян, сен қорықпа, біз тез келеміз. Бірақ ұмытпа, сен тұқымыңмен қорықпа. Есіңде болсан, қасқырдың өзі сенен қорқатын болады. Кел, сөйлесейік, сосын мен сені жеп қоям. Мен сенен сөйлеспей. Мен сенімен төбелесем. Мамырдың төбелесе ма? Ол қорқа!
тірі жатыр ма? Біздің көжек дұрыс істеген. Енді біздің арамызда ең бірінші батыр ол мен екінші. Достар, тоқтаңдар. Ана, қу түлкінің айласы белгілі болды. Бәсе, өтірік көздеріне қыш. Біз алда. Енді біздің көзімізге көрінуші болма, көрінсе. Tamamından alt etmeliyik de. Енді бар ғой, сені үйімден келмейміз. Gelsek. Başla. Kayda mı? Kayda. Жұмақтан. Ha? Жігіт емессің деп бар ғой. Mağan ne buldu? Соған не болды? Ne buldu diyeyim mağan? Өтірік айтпаңдар. Сендер өтірік айтасыңдар. Жоқ, өтірік. Енді сендерді қояннан баямай, жанымды жеп қоя. Бөлтірік, дүлкөй болсын өтірік. Ла қозы мен